Сахих әл-Бухариде келтірген хадисте Осман ибн Әби әл-Ас, Алла оған разы болсын, өз басынан өткен оқиғаны баяндайды. Ол исламды қабылдағаннан кейін намаз оқығанда жиі шатасып, ой бөлінетін байқайды. Намазда Құран оқып тұрғанда сөздерді ұмытып, намаздан кейін не оқығанын есіне түсіре алмай қиналады. Бұл жағдай күн сайын қайталанып, ақыры ол осы мәселе жайлы пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға шағымданады. Уа Алланың елшісі, намаз оқып жатқанымда шайтан менің ойымды бөледі. Құранды дұрыс оқуыма кедергі жасайды. Үнемі шатасып, намазымнан ләззат ала алмаймын, дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған: бұл шайтанның аты Хинзап. Егер намазда осындай жағдайға тап болсаң, Алладан пана сұра. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп айт. Және сол жағыңа 3 рет түкір деп кеңес береді. Осман ибн Әби әл-Ас, Алла оған разы болсын, бұл әдісті қолданып көрген соң, осыдан кейін Алла мені шайтанның азғыруынан қорғады. Намазымда шатасуым тоқтады деп айтады. Бұл оқиғадан біз шайтанның адамға намазда кедергі келтіретінін түсінеміз. Оның басты мақсаты намазды толыққанды орындауға мүмкіндік бермеу. Хинзап есімді шайтан арнайы осы міндетке жауапты. Ол тек сен намазға тұрған кезде келеді. Намазды аяқтағаныңда кетеді. Сенің ойыңды басқа жаққа бұру үшін жұмыстарыңды, тапсырмаларыңды, өміріңдегі маңызды нәрселерді есіңе салады. Кейде саған бірдеңе ұмытып кеттің деген ой салып, намазды алаңдатуы мүмкін. Кейде жаман ойлар келтіріп, намазға шынайы көңіл бөлуіне тосқауыл болады. Осылайша шайтан адамды намазда толық беріле құлшылық етуін тосып, оның ықыласын ұрлап кетеді. Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам бұл шайтанмен күресу керектігін айтқан. Өйткені шайтан адамды намазда жеңе алса, ол оның барлық намаздарын бұзып, жүрегінде рухани әлсіздік қалыптастырады. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: кейбір адамдар намаздан жарты ақ сауап алады, кейбірі 3-тен 1-ін ғана алады. Бұл неге байланысты? Өйткені намаз кезінде шайтан оның барлық ықыласын ұрлап кетеді. Егер сен намазда үнемі шатасып, ойың бөлініп, дұрыстап оқи алмай жатсаң, мына амалдарды орында. Біріншісі, намаз бастар алдында Алладан пана сұра. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Екіншісі, намазда шайтанның азғыруын сезсең, сол жағыңа 3 рет түкір, жаймен. Үшіншісі, намазға дейін ойыңды жинақта. Телефон, басқа алаңдататын нәрселерді өшіріп қой. Төртіншісі, намазда өзіңмен күресіп, Алланың алдында тұрғаныңды сезін. Бұл әдістер шайтанның сенен аулақ болуына көмектеседі. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, бұл шайтанды таспен ұрғандай әсер етеді. Нәтижесінде ол сенен алыстайды. Алла тағала баршамызға намазды шынайы ықыласпен оқуды нәсіп етсін. Әмин.